құрметпен достар, Назикук арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазан ошақта өзбектің нағыз палауын дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті заттар. Бастысы ет. Еттің 1 килограммын алдым. Қойдың етінен де дәмді болады, бірақ біз бүгін сиырдың етін алдық. Құйрық май, 3 сарымсақ, пияз, мына жерде бір 6 тал, мынандай үлкен сәбіз, күнбағыс майы, арнайы лазер деген түрі болады күріштің, және кишмиш, мынандай арнайы, мен сізге көрсетем, палауға арналған кишмиш. Сәбізді жұқалап, ұзынша қылып тураңыз. Пиязды да жұқалап, сақиналап тураңыз. Сүйекті етінен ажыратып алыңыз. Етті қатты майда қылмай, 4 бұрыштап турадым. Құйрық майды еттен гөрі майдалау қылып турадым. Күріштің лазер деген түрін алып, суық суға 2-3 мәрте дұрыстап жуып алдым. Базарда арнайы палауға арналған кишмиштің осындай түрі болады. Кишмишті де 1-2 рет жуып алыңыз суға. Жарты литрдей күнбағыс майын құйыңыздар. Тұз салдық. Қатты отта пиязымызды сарғайғанша қуырып аламыз. Құйрық майды салдық. Етті 15 минуттай қуырамыз. Қақпағын жаппаймыз, қақпағын тек қана соңында жабамыз. Сорпасын дәмді. Ал жаққа сырмен, қолға. Пылау, палау. На следующий тухан күнде өсіне бұл көтті. Шекесімен ресторанда барып Так, уырылды етіміз. Енді сәбіз саламыз. Қозғанда көмектесе де олды. Қозғанда көмектесе де олды. Бағана 15 минут пішірдім, енді 15 минут міне. Сәбізде 15 минут қуырылды, енді су құямыз. 1 литрдей су шығар қазір, көреміз. Мынау су кішкене төбесінде тұру керек. Жауып, сәбіз пен етті. Өте маңызды сәт, суды шылқылдатып көп құйып қоймаңыз. Кішкене ғана асып тұру керек сіздің ет, сәбіз, сарымсағыңыздан. Тұзының дәмін көрейік.
Мынандай ірі сүйектері болса алып алыңыздар оны. Қайтадан біраздан соң саламыз. Так. Майдалар қалды ма? Қазір күрішімізді саламыз. Мені бір өзбектің Қасим деген аспазшының ұлы үйреткен. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп сүремізді оқып салуымыз керек. Сопақ күріш екен ғой. Иә, лазер деген сопақ күрішпен. Арнайы палауға арналған осындай кишмиш болады. Соны салсаңыз дәмі деген керемет болады. Өзіне ана чайник тоқтыр қойшы дей алды. Палаудың әр жерінен дәмін көріңіз. Кішкене күзгенде. Тура мынандай қайнап жатқан жерінен тұзының дәмін татамыз. Әр 2-3 минут сайын өстіп жасаймыз. Мына ішіндегі сулар кету керек. Күріштің арасындағы су тартылайын дегенде сарымсақ пен етті төбесіне қоямыз. Осылай үгітіп зираны саламыз. Оттың астын баяулатамыз. 15-20 минутта палауымыз дайын болады. Қақпағын жаптық, 15-20 минуттай. Бәрін шеттерін жабу керек. Қазанға буы шықпайтындай жағдай жасаңыз. 15 минут өтті. Все. Дайын. Бабында. Керемет. Болды. Міне деп. Нет. Ештеңе күймеген. Қазанда тамақ жасаған бір керемет қой. Любой тамағың дәмді болады ғой. Міне осылай жасап қойыңыздар, сонда май астына ағып түсе береді. Сүйектерін салайық. Бүйтіп әдемі қылып. Мына чесноктарымызды салып қояйық, әдемі көрінеді. Қараңыздаршы. Сүйектерін салайық. Сүйек мұжитын адамдар болса. Әдемілеп мұжысын. Кәне, қалай болады? Жақсы ма? Кәне. Бейне ұнаса тіркеліп реакция қалдыруды ұмытпаңыз, сонда менің жаңа рецепттерімді жіберіп алмайсыз. Астарыңыз дәмді болсын.